Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Аман есенсіздер ма? Менің арнама қош келдіңіздер. Мына бассейн, мына жерде джакузи бәрін жауып тастады. Бізде мына жерде менеджерлер отырады. Негізінде карантин басталғалы бері жабылды, онлайн қызметке көшіп кетті. Адамдарды тікелей қабылдамайды. Жалпы жағдай Қазақстандағымен шамалас. Бірақ бізде тек қана Қазақстанда егер далаға шығуға мүлдем болмайтын болса, бұл жақта көшеге шыға беруге болады, тек бір маңызды шаруалармен ғана. Сағат 5:30 кешкі 6-ға таяп қалды. Негізі бұл уақыт нағыз қыж-қыж қайнап жататын кез. Мына жерде көліктердің кептелісі деген өте үлкен, ұзыннан ұзақ қаланың арғы бір шетіне дейін созылып жатады. Негізінде көліктер бірең сараң, көріп тұрғандарыңыздай. Енді жаңа айттым ғой, далаға шыға беруге болады. Ешкім көшеде тоқтап тексеріс жүргізіп арнайы рұқсат қағаздарының бар жоқтығын тексермейді. Енді біраз адам жекеме жазып, жалпы комментарийлерге жазып, сендердегі ақштағы жағдай қалай, адамдардың тұрмыс тіршіліктері қалай болып жатыр осы кезеңдерде деген сияқты сондай бір шамалас сұрақтар болғаннан кейін қалаға шығып, осылай сіздерге мән-жайды көрсетіп, тікелей өздеріңізге осылай бірге сіздермен бірге бүгін рейд жасауға шықтым. Қаланың орталығына қарай барамыз қазір. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Бізде паркинг. Қазір енді жаяу жүру кішкене ыңғайсыздау болады, сондықтан да көлікпен жетіп аламыз керек жерімізге. Содан ары қарай сіздерге сол жалпы орталықтың тіршілігін көрсететін боламын. Негізгі керек заттар санитайзер және масканы киіп алдым. Мен құдай сақтасын. Бірақ масканың көмегі ол әрине көмегі болатыны сөзсіз. Бірақ мынадай маскалар көпке жете бермейді негізі. Ең бастысы бұл жаңағыдай санитайзерлермен қалада жүрген кезде қолды жиі тазартып, мүмкіндік болса қолды жууға сабынмен жақсылап жуу керек. Далаға шыққаннан кейін барынша көзді, бетті, мұрынды ұстамауға тырысу керек. Кеттік. Бисмилла. Байқап отқандарыңыздай, көліктердің ағыны қатты емес, бірең-сараң былай көліктер кездесіп жатыр. Жалпы бұл салыстырмалы түрде алғашқы карантин енгізген күндерден бастап қазір негізі кішкене халық шаршады ма, білмеймін, бәрібір америкалықтарды үйлерінде ұстап отыру қиындау. Қазір сол алғашқы күндермен салыстырғанда әлде қайда көп деп айтсам болады. Алғашқы апта қалада тым-тырыс, мүлдем ешкім көрінбейтін,
қазіргімен салыстырғанда өте аз тұғын. Қазір бізге жүр деп жатыр. Мынадай бір туннельге кіріп кетеміз де ар жағынан орталыққа қарай барамыз. Осындай туннельдерде жатады адамдар. Оны бір екіншісі тағы. Көліктер өте аз. Байқасаңыздар, адамдар да жаяу жүргіншілер мүлдем жоқ десек болады. Қазір көреміз мына жерде мұны. Далада қалғандардың көбі ол жаңағы үйсіз күйсіз жүргендер. Жаңа байқадыңыздар ғой, туннельде бір-екі адам жатыр, иә. Такси қызметі. Сондай қызметкерлер даланы ретке келтіретін, тазалайтын сондай қызметтегі кісілер болмаса, көшеде ерігіп жүрген адам жоқ. Киіп алған маскасын қараңыздар. Қолдан жасап алған футболка ма, түсініксіз бірдеңені орап алған. Үйсіз-күйсіздер осылай қаланың дәл ортасында ұйықтай береді. Мынадай қызыл жанып өшіп тұрса, міндетті түрде тоқтау керек. Сосын барып жүру керек. Мына жақта бір кішкене бір қозғалыс бар сияқты. Адамдар жүр, маскасыз жүр. Әлгі жерде де маскасыз адамдар жүр. Такси қызметтері. Бір адам қайыр сұрап келе жатыр. Адамдар жоқ емес, бар. Бірақ дәл осы уақытта нағыз қайнап жататын rush hour дейді ғой. Осындай кезеңде мына жерде деген көліктердің ағыны өте үлкен. Бұл орталықтар жұмыстан кетіп жататын, үйге қайтып жататын кездер ғой. Сондықтан да салыстырмалы түрде адам өте аз. Енді бұндай картинаны нелерден де көріп жатсыздар ғой өздеріңіз. Жалпы Қазақстандағы да жағдаймен салыстырғанда бұл жақта кішкене бір қозғалыс бар да. Қазақстанда мүлдем барлығын тоқтатып тастады ғой, білмекше. Андай кездер болады, таңертең ерте тұрып алып, сағат 5-тердің кезінде қалаға шыққан кездегі. Сондай бір көрініс мына жерде қазір. Тіршілік бар, бірақ сондай бір тыныштық, сондай бір. Ағыра метроның ішіне түсеміз. Бұл уақыттарда өте көп негізі адамдар деген мына жерде қыж-қыж қайнап, адамдар ар-бері. Ар жақта ары қарай өтесің де кете бересің.
полиция қызметкерлері осылай патруль жасап қалада көшелерін біз сияқты суретке түсіріп жүріп біреулер. Мына парк негізі Pershing парк деп аталады. Бұл жерде адамдар өте көп негізі. Әдетте көшелерді қараңыздар, жолдың бойын. Анау бронежилет киіпті іште. Ол бізде не екен? Түсініксіз. Көліктердің ағынын көрдіңіздер ғой. Айтарлықтай, анау айтқандай бір көп емес негізі. Қала тұрғын ретінде айтып жатқаным, бұл өте аз. Қазақстанмен салыстыратын болсақ, бұл жақта Лос-Анджелесте далаға мүлдем шығуға болмайды деген ондай тыйым жоқ. Арнайы анықтаманың қажеті жоқ көшеге шығу үшін. Сондықтан салыстырмалы түрде бұл өте аз сонда да. Мына ғимараттан кезінде Сан-Андрес деген ойын болатын. Сода осы ғимараттың үстіне ең басына шығып алып парашютпен секіретінбіз жас кезде. Мен сияқты үстіне секіргендер болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Естеріңізге түсіп жатса. Міне, тағы да бір адам. Негізі байқасаңыздар, жүрген адамдардың дені, көшеде жүргендердің дені бір түсініксіз, бір күйде, сондай бір реңі қашып кеткен, сондай бір адамдар. Қазір келесі блокқа өтеміз да, ары қарай үйге қайтатын шығармыз. Бұл негізі қазір мен келе жатқан бұл аудан даунтаун деп аталады. Яғни бұл жер қаланың ең бір көрікті жерлері болып есептелмейді. Енді қандай мағынада ол? Бұл жақта тұру, жалпы кеш батқаннан кейін жүру, кішкене қауіптілеу. Сондықтан да бұл жақта адамдар тек жұмыс жасауға, өздерінің бизнесін жүргізуге, солай немесе офиста жұмыс істейтін болса, сондай қызмет жасайтын адамдар осында келіп жұмыс жасайды. Көптеген енді клубтар, түнгі басқа да ірі орталықтар осы жерде орналасқан. Қараңыздар, магазиндердің барлығы жабық, киім сататын. Мынау бізде тәтті бірдеңелер сататын магазин екен. Көрдіңіздер ғой, мыналардың барлығы сондай бірнеше түрлі магазиндер, кафе, ресторан, түрлі сондай бір орталықтар. Әрине, кафелер, ресторандар жұмыс жасайды, бірақ тек қана неге? Өзіңмен алып кетуге ғана жұмыс жасайды, немесе үйден отырып тапсырыс бересің, үйіңе әкеп береді. Магазин. Кішігірім бір дүкен екен. Байқасаңыздар, касса мен тұтынушылардың арасында сондай бір бөгет бар.
Олар енді сақтық шаралары қолданып жатқан барынша. Жаңа өздеріңіз көріп байқағандарыңыздай, қалада біраз кафелер болсын, қызмет көрсететін бір қандай да бір орталықтар болсын, барлығы жабық. Сәйкесінше қалада адамдар да онша жаяу жүргіншілер онша көп байқала бермейді. Тек көліктер болмаса. Енді бұларда карантин енгізілгелі қанша уақыт өтті? Бір айдай болып қалған шығар. Соның алғашқы аптасында, бір аптадан кейін жалпы Америка бойынша қанша 1 миллионға жуық адам жұмыссыз қалдық деп мемлекетке өтініштерін білдірген. Жұмыссыздық бойынша жаңағыдай департаменттер болады ғой, арнайы халықтың жағдайын жасайтын, жұмыс тауып беретін, немесе жұмыссыз жоқ болса, табылмаса ақшасын өтеп беретін деген сияқты. Бұларда қалай жұмыс жасайды ондай? Сол алғаш берген 1 миллион, өтініш білдірген 1 миллион халық, қазір айтайын ба сіздерге қанша болды? Осы соңғы мәліметтер бойынша 3 миллион 500 мыңға жетіп қалған. Жұмыссыздық бойынша өтініш білдірген адамдардың саны. Енді ол дәл қазіргі уақытта қанша 4 миллионға жетіп қалған шығар шамасы. Енді осыншама халыққа бұндай Американың тарихында ешқашан болмаған екен. Яғни 82-ші жылдары және де соңғы 2008-2009 жылдары болған кризис кезінде соның өзінде 700 мыңға жетпеген халық саны жұмыссыздық бойынша өтініш білдіргендердің. Енді ойлап көріңіз, бұның ауқымдығы қаншалықты болып жатқан карантиннің Америка үшін. Жалпы осы енді қараңыз, қанша ақша кетіп жатқанын есептеп көріңіз. Осы өтініш білдіргендерге мемлекет заң бойынша аптасына $500-600 өтеп береді. Яғни жұмыссыз отырған халыққа аптасына $500-600 көлемінде ақша жіберіп тұрады. Және де одан бөлек карантин енгізілген күні Трамп жариялады. Бұл жұмыссыздықтан бөлек өтініш білдірген адамдарға жалпы барлық азаматтарына $1200 көлемінде ақша таратып береді деген сондай заң қабылдады. Ол іске асып жатыр әрине. Бірақ бұл тек қана сол осы ақш азаматтарына және де заңды түрде жұмыс жасап жатқан, салық төлеп жатқан адамдардың барлығына осындай $1200 шамасында ақша өтеп береді. Енді бұл карантиннің салдарынан тек қана қарапайым халықтан бөлек өзінің бизнесін жүргізіп отырған, немесе шағын орта бизнестегі азаматтар барлығы зардап шегудегі бүкіл әлем бойынша. Енді бұл жағдайда мемлекет тарапынан қандай да бір көмек болып жатыр ма десеңіздер, жақында бір жігітпен сөйлескем, өзінің бір шағын бизнесі болатын. Оның барлығы тоқтады әрине. Енді мемлекет тарапынан қандай көмек болып жатыр деген сынды сұрақ қойсам, ол шамамен $10,000 көлемінде мемлекет жақтан бір сондай көмек болып жатыр екен. Көрдіңіздер ғой, осылай әркім өзінің қызметін жасап жүр. Енді баршаңызға Алла сабыр берсін дейміз. Аман есен осы індеттен құтылайық. Алла қаласа осы Рамазан айына дейін барлығы аяқталса дейміз. Енді карантиннің сөйтіп емін еркін отбасымызбен отырып, оразамызды ұстап, аузымызды ашып дегендей бір сондай қуанышты күндерге жеткізсін Алла тағала. Отбасыларыңызға амандық тілеймін, ауырмаңыздар ешқайсыңыз. Аман болыңыздар. Мен видеоларымды жібермеңіздер, айтпақшы. Жаңадан келіп жатқан көрермендер болса,
подписаться деген батырманы басыңыздар. Өзінің тұрақты көрермендерің болса, міндетті түрде мына видеоның төменгі жағында қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда ешқашан менің жаңадан шыққан видеоларымды жібермейсіздер. Көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Тағы да келесі кездескенше сау болыңыздар. Thank you.